Қайырлы күн достар, сіздермен ас үй ханшайымы. Достар, бүгін біз сіздермен сүтті қыз, молочная девочка тортын әзірлейтін боламыз. Ол үшін бізге ұн, сгущенка, сары май, қопсытқыш, жұмыртқа қажет болады. Ең алдымен құрғақ ыдысымызды алып, бөлме температурасында тұрған сгущенкамызды құйып аламыз. Достар, тортқа арналған заттардың барлығы бөлме температурасында болғаны жөн. Егер де бөлме температурасында болмаса, тортымыз дұрыс көтерілмей қалады. Мінекей, сгущенкамды құйып алдым. Енді оның үстіне жуылған таза 4 дана жұмыртқамды жарып саламын. Жұмыртқамды жарып салып болғаннан кейін миксердің көмегімен екеуін біріктіріп жақсылап араластырып аламын. Араластыра тұра сары майымды қосып тағы да жақсылап араластырып аламын. Болғаннан соң қопсытқышымызды ұнымызға қосып 3 бөлікке бөліп ұнымызды саламыз. Достар, ұнымызды бірден салатын болсақ, массамыз қоймалжың болып араласпай, дұрыс піспай қалуы мүмкін. Сондықтан ұнымызды 3 бөлікке бөліп салып араластырып отырамыз. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай миксердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін міне осындай қоймалжың масса дайын болуы қажет. Енді пергамент қағазымызды алып, осындай формамен басып, қағазымызға форманы басып аламыз. Мендегі форманың диаметрі 24. Осы сияқты пергамент қағаздан 6 дана шығады. Енді осы 6 данамызға жаңағы массамызды 6 бөлікке теңдей етіп бөліп салып аламыз. Достар, менің арнам сіздерге ұнаған болса, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетулеріңізді сұраймын. Алда көптеген жаңа рецептермен бөлісетін боламын. Жіберіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Алты бөлікке бөліп салып алғаннан кейін күрекшенің көмегімен осылай жайып шығамыз. Бір тегіс етіп жаю қажетпіз. Бұл массамызды жайып жатқан кезде пешімізді 180 градусқа қосып қыздырып қоямыз. Корждарымызды салған кезде пешіміз міндетті түрде қызып тұруы қажет. Бір тегіс етіп жайып алғаннан кейін пешімізге 4-5 минутқа пісіруға жібереміз. Пісіп болғаннан кейін осындай спашканың көмегімен тексереміз. Егер де спашкамыз құрғақ болған жағдайда коржымыз пісті деген сөз. Барлық корждарымызды дәл осылай өзіңіздің пешіңіздің қызуына байланысты 4-5-6 минут көлемінде пісіріп аласыздар. Біздің коржымыз пісіп жатқан кезде пешіміздің аузын мүлдем ашуға болмайды. Көріп тұрғандарыңыздай жаймендеп біздің коржымыз көтеріліп келе жатыр. Егер де сіз пешіңіздің аузын ашатын болсаңыз, коржыңыз көтерілмей қалуы мүмкін. Мінекей достар, біз коржымыздың барлығын пісіріп алдық. Енді суып болғаннан кейін осылай пергамент қағазынан алып, аударып қоямыз. Ол уақытта біз жаңағы кремімізді дайындауға кірісеміз. Ол үшін бізге қажетті заттар творожный сыр, қант және сливки қажет болады.
Оған ең алдымен құрғақ ыдысымызға қантымызды салып аламыз, оның үстіне сырымызды салып аламыз. Достар, мен барлық мөлшерлемесін описание бөліміне жазып кетемін. Енді оның үстіне жаңағы сливкиімізді құйып аламыз. Енді осы үшеуін жақсылап миксердің көмегімен бір тегіс етіп араластырамыз. Ішінде бізде түйіршіктер қалып қоймау керек. Мінекей, видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай жақсылап айландыра отырып ыдысымызды бір тегіс етіп миксерлеп аламыз. Енді тортымызды жинауға кірісеміз. Подложкамыздың астына кішкене крем жағып, формамызбен тортымызды бекітеміз де, осындай кішкене сүт жағып, үстіне 3 қасық кремнен сала отырып, осылай тортымызды жинап аламыз. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай, дәл осылай жинап аласыздар. Достар, дәл осы мөлшерлемемен мен осы тортты заказға да жасап жүрмін. Сондықтан сіздерге де дәл осы рецептпен жасауға кеңес беремін. Өте балғын, дәмді, жұмсақ болып шығады. Достар, енді тортымызды осылай кремімізді жағып болғаннан кейін 6 сағатқа немесе 1 түнге тоңазытқышқа қоямыз. Мінекей, тортымыз жаңағы холодильникте 1 күн тұрды. Енді ақырындап жаймендеп тортымызды формамыздан шығарып босатып аламыз. Енді формамыздағы қалып қалған торттың жаңағы бөлігін күрекшенің көмегімен жиып алып, тортымызға тегістеп жағамыз. Менің видеом сіздерге ұнаған болса, лайк басып, басқа да желілерде таратуларыңызды сұраймын. Сіздер де мен сияқты дәмі тіл үйіретін, балғын, жұмсақ болып шығатын сүтті қыз тортын әзірлеп, отбасыңызды қуансаңыз болады. Тортты жинағаннан қалған кремді 2 бөлікке бөліп, 1 бөлігін тортымыздың үстіне жағып, жақсылап тегістеп шығамыз. Екінші бөлігіне көк түсті бояғышты қосып, көк түсті крем дайындап алып, торттың астыңғы бөлігін айландыра отыра жағып шығамыз. Жағып болғаннан кейін осылай тағы да жақсылап тегістеп аламыз. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай осындай болып шығады. Вуаля, менің тортым дайын.